Баласы Қожағұлдың бір жан салмын. Адамға зияным жоқ жүрген жанмын. Қасыңа мені сендер жеге алмайсың. Өзім сұңқар өзім сал, кімге зармын айдем. Армысыздар, аман мысың Абайжан? Армысың Біржан аға? Ассалаумағалейкум. Сөйлетіңіздер. Ауылымызға қош келдіңіздер. Сөйлетіңіздер. Қош көрдік. Ән мен күйдің сәулесі арта берсін ауылыңда. Сөйлетіңіздер. Қадір қасиетіңді тануға жетіпті. Иә, айтқышсың ау Абайжан. Айтушы мен болсам, ұқтырушы сен болсайшы. Иә, жігіт өнерлі болып қадірлі болады. Халық өнерлі болсан өр бол дейді ғой. Біржан аға, өнерлі ақын, әнші болсан, осындай ұлы тойда елдің көңілін көтерсен, сенен қадірлісі болмас. Иә, өте орынды айтасың. Айтқышсың ау Абайжан. Ал ендеше көрсетіңіз өнеріңізді. Әуелетіңіз әніңізді Біржан аға. Отырысты думандатайық. Домбыра күйге келер бұрауменен, келмейді сөз жүйесі құрауменен. Гүлденген бәйшешектей қайран жастық, келмейді ақыл. Қайт-айналып сұрауменен, уәй гигигай ау. Он саусағын бір баспай, жүрмін қалай жер баспай, жиын тойдың ішінде ән салушы қалай, уәй гигигай. Он саусағын бір баспай, жүрмін қалай жер баспай, жиын тойдың ішінде ән салушы қалай, уәй гигигай. Мінекей келіп қалдық қалай жасқа, ағарғанымыздан кіріп сақал шашқа. 35-45-тің арасында болып жүрдік ахоу. Сөзім ортақ кәрі жасқа, уәй гигигай ау. Он саусағын бір баспай, жүрмін қалай жер баспай, жиын тойдың ішінде ән салушы қалай, уәй гигигай. Он саусағын бір баспай, жүрмін қалай жер баспай, жиын тойдың ішінде ән салушы қалай, уәй гигигай. Құлақтан кіріп бойналар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсен менше сүй. Иә, әндегі біз ұқпаған, елемеген түкпірді аштың. Абайжан, сенің аудармашы ретіндегі шеберлігіңді естігенде таң қаламыз. Осынша аударманы қазақ тіліне нәзік жеткізу қандай шеберлік десейші? Иә, орыс ақындарында оқитыным рас. Пушкинді, Лермонтовты аударып көрдім. Олардың ойы мен сөзін қазақ тіліне жеткізуге тырыстым. Сол арқылы өз халқымды жаңа ой, біліммен сусындатқым келеді. Кәне, соның бірін оқып берші бізге. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, письмо Татьяны. Онегин, я тогда моложе. Я лучше, кажется, была. И я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли? Вам была не новость. Смиренной девочки любовь, и нынче Божий стынет кровь. Как только вспомню взгляд холодный, я вас люблю, чему лукавить. Но я другому отдана, я буду век ему верна. Детке қандай нәзік терендік, қазақ тіліне аударып ән шығарып едім. Кәні тыңдайық әніңді. Абайдан жеңешенің әнін естімедік қой. Иә, бір тыңдайтын шағымыз болмады ма? Лайық жоқ. Кәне егерім, әсем әуеніңнен бір шыққашы. Кәне егерім, шыққашы. Мұндай мейрамда сенің де қалатын жөнін жоқ. Ауылдың алты аузы болсын, Татьянаның әнін шырқашы. Шертші барын, білгенін, оққаның бар ма? Я айталсам. Тәңір қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ең, ал кезімде бал едің мен, аямас
кетсең еді-ау осы Керемет. Әйгерім, әніңді қайта таптың ба? Татьяна әні сенің де жүрегіңнің шыны боп шықты ау көңілің. Қайран Татьяна, қазақ қызынан да мұңдасың таптың ау. Ашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрде ішім мүл. Иә, дұрыс айтасың Абай. Ал Абайжан, енді біз аттанайық. Ал Абай, енді қоштасамыз. Біз де қолымыздан келгенше бар өнерімізбен елге нұр шашып, көңілін шалқытып жүрейік. Аман болыңдар. Қош бол Біржан аға. Өнерің нұрай. Қош болсын. Елге тарасын. Аман болың. Есен аман жүрмісің, ләйлім шырақ. Жаңа таптым аулыңды, елден сұрап ләйлім. Ал неткен тамаша ән. Сау бол Біржан аға. Көңілім ән дұғады, жүрегім бойды жылытып, әлі-ақ Біржан ағаның әуені мен жыры ұрпақтан ұрпаққа жетіп шырқала береді.